Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі қонақтар, ата-анамыз, бауырларымыз, туған туыстарымыз, достарымыз, көрші қолаңдар. Бүгінгі біздің қуанышымызға қош келдіңіздер. Сәлем бердік баршаңызға. Осы сәтті пайдалана отырып, әуелі Аллаға, одан кейін осы өмірге әкелген ата-аналарымызға алғыс білдіргіміз келеді. Ал Жазира екеуміз туралы айтатын болсақ, екеуміз 2013 жылы танысып, бір-бірімізге ғашық болып, 2014 жылы отау құрдық. Осы отырғанда бір ұл, екі қыздың ата-анасымыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Ал енді қыздарымызға келетін болсақ, Айзереміз биыл мектеп табалдырығын аттады. Айзереміз білімді, сөзге шешендігі бар, ортасында алғыр. Айзереден біз үлкен үміт күтеміз. Ал Ясинамызға келсек, Ясинамыз тура өзіміз ғой ол. Өзіме тартқан қызым ол. Мамасына да емес, ешкімге ұқсамайды ол. Көп, өзім, только көзі ғана мамасына ұқсап кеткен енді. Білмеймін мен көзім солай болып кетті аға. Қалған жер бір өзім ғой енді. Көп, өзім. Енді айтады ғой, үшінші бала. Әркімде болса, кімде де болса, үшінші бала тура папасына ұқсайды дейді ғой. Сол сияқты енді қызым, өзім деп айтам. Қазақ әрқашан қызды құрметтеп, қызды сыйлаған, қызда кие бар, құт бар дегендей, қос қызымыздың Айзереміздің Яшар мен Ясинаның бір жас тұсаукесерін сіздердің ақ баталарыңызды алайық деп осындай ақ дастархан жайып атқан жайымыз бар. Қыздарымыз бақытты, инабатты, иманды, саналы болсын деп тілейміз. Алла қыздарымызға ұзақ ғұмыр берсін. Енді ата-ана болғасын, ата-аналық парызымызды ол қыздарымызға орындаймыз. Менің алтын қыздарым, Алла қаласа 20-30 жылдан кейін осы сәтті бәріміз бірге осы қуанышты көруге Аллам нәсіп етсін. Біз сендерді жақсы көреміз. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойда ойнап, күліп, билеп, жақсы демалып қайтыңыздар. Бізді сыйлап, құрметтеп келгендеріңізге рахмет. Ал тойымызды бастайық. Бүгінгі той тізгіні актер, шоумен, тамада Айдар Сұлтанмұрат.